Жамбыл облысында газ-фосфат минералды тыңайтқыштар зауыты экспорт көлемін ұлғайтты. Жыл басынан бері кәсіпорын шығарылған өнімнің 89%-ін шетел нарығына жөнелткен. Қазір әсіресе сары фосфор экспортына ден қойылып отыр. Бұл бағытта өндіріс орнына Нұрлы жол бағдарламасы аясында Қазақстанның даму банкі арқылы қаржылай қолдау көрсетілген. Соның арқасында зауыттың экспорттық әлеуеті артып, бәсекеге қабілеттілігі арта түсті. Қазфосфат бүгінде фосфор өнімдерінің 22 түрін өндіреді. Соның негізгісі сары фосфор. Ал бұл өндірістегі қаражатты ең көп талап ететін сала. Дүние жүзі бойынша сары фосфор 4 мемлекетте шығарылатын болса, соның бірі Қазфосфат кәсіпорнында дайындалады. Бүгінде зауыт әлемнің 33 мемлекетіне отандық тауарды экспорттап отыр. Сұраныс артып келеді. Сондықтан кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі мен экспорттық әлеуетін арттыруын қаржылай сүйемелдеу маңызды шара. Бұны мемлекет Нұрлы жол бағдарламасы аясында Қазақстанның даму банкі арқылы жүзеге асырып келеді. Шикізаттың энергияның келгені бар, мүмкін уақыт өнім шығаратын бар, мүмкін біздің тұтынушыларға жіберетін уақытымыз бар. Сол уақыттың барлығы 180-240 күнге жетеді. Сол аралықта мынау қаражат жағын уақытысында толтырып тұру үшін бізге бір жерден қаржы алу керек. Сол жерде бізге мынау Қазақстанның даму банкі үлкен көмек көрсетіп жатыр. Бұл қаржы сол жерге кетіп жатыр. Қазақстанның даму банкі өндіріс орнына қолдау көрсету бағытында 7 миллиард теңге көлемінде жеңілдетілген несие рәсімдеген. Бұл химиялық өндірістің алыбы саналатын компания жұмысына тың серпін берді. Банк развития Казахстана является... Қазақстанның даму банкі Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасының негізгі операторы болып табылады. Банк өз мүмкіншілік аясында отандық экспорттаушы компанияларға қолдау көрсетіп келеді. Оның ішінде Қазфосфат кәсіпорны да бар. Соңғы 5 жыл ішінде банк пен Қазфосфат арасында сенімді әрі тұрақты әріптестік орнатылған. Қаржыландырудың басты мақсаты дайын өнім шығаруға қажетті шикізат сатып алуға мүмкіндік жасау болып табылады. Бұл бірінші кезекте экспорттық әлеуетін еселеуге мүмкіндік береді. Бұл компания жыл соңына дейін 155 миллиард теңгенің өнімін өндірмек. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 5,4%-ке артық. Қазір отандық өнімге сұраныс жоғары. Енді кәсіпорын жылына өндірілетін минералды тыңайтқыш көлемін 1 миллион тоннаға дейін көбейтуді көздеп отыр. Бұл бағытта қазір жылдық қуаты 500 мың тонна болатын қосымша зауыт салып жатыр. Руслан Бақытбекұлы, Бақытжан Бапаев, Руслан Ахатіллә, Жамбыл облысы, Хабар 24.